Саламатсыздар ма көрермендерім, бүгін сіздерге қайным Бақдәулет клубника в шоколаде жасалу барысын көрсететін болады. Видеоны соңына дейін көру арқылы жасалу барысын көре алатын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз ба? Иә. Ал кеттік. Ал бізге бұны жасау үшін не қажет болады, Бақдәулет? Жуылған клубника және де бізге шоколад керек. Ал шоколадты не істейміз ең алдымен? Ең алдымен шоколадты бөліп, ыстық суға қайнатып ертеміз. Ал бастаймыз. Ал шоколадтарымызды кондитерлік мешокқа немесе үйдегі бар заттарымызға осылай салып, қайнап тұрған суға салып, ертіп алатын боламыз. Бисмилля, бастайық. Шоколадымыз толық тиіп тұру керек суға, сонда тез еритін болады барынша. Біздің шоколадымыз еріді, әдемі болып біркелкі болып еріді. Шоколадымыз еріп атқан аралықта біз осылай шпажканы клубникаға дайындап, осылай дайындап алдық қойып. Ал енді бастаймыз. Бағдаршын. Енді батырам. Батырасың. Мына қызым. Клубниканы шоколадқа батырғаннан кейін міндетті түрде осындай ыдысқа салсаңыздар әдемі болады. Аккуратно қой. Мына батырғаннан кейін артық шоколадын осылай түсіріп аламыз. Мінекей. Осылай. Бүйтіп сілкіп домалатып алыңдар, бүйтіп. Айналдырып. Күшті болды. Енді батырам. Осындай нелер қойып, әрлеп жібереді да. Әшімінде істейінше қойып. Кеп қой сенде. Бақдәулет істей берсін, біз осындай бетіне әр түрлі осындай сәндейміз, е? Сәндеу әркімнің өз қалауы бойынша жасасаңыздар болады. Ашым түспады. Кетім ба? Иә? Кукурузный не ғой? Это майда сердечкаларда бар, солардың да шешу керек. Жұлдыз бар. Жұлдыз дейтін де? Иә. Ашыман қоспады. Қос. Бақдәулет ағаң жасайды, біз осындай сәндеп әрлеп тұрамыз. Ашым жүрек қосып тұтты. Жемі. Енді бұл клубникаларымызды холодильникке салып, қатқанша ұстайтын боламыз. Мінекей бізде менің құлпытайым дайын болды. Сіздер де біз жасаған рецептпен өз аналарыңызға жасап беріңіздер. Міне біздің Бақдәулеттің жасаған клубника шоколадесі өте әдемі әрі өте дәмді болып шықты. Сіздер де осы Бақдәулет сияқты жасап көріңіздер. Бізге ас болсын сіздермен болған. Біз Бақдәулет пен Гүлжанар боламыз.